көп намаз оқып жатырмын, көп ораза ұстап жатырмын, көп садақа беріп жатырмын деген нәрсе бізді алдап қоймау керек. Қанша намаз оқып тұрмыз, біреудің ақысын жеп жатырмыз, қанша намаз оқып жатырмыз, күнде адамдарды ғайбаттап жүрміз. Бұл үлкен мәселе. Қазақта ауыр сөз бар. Іріген ауыздан шіріген сөз шығады дейді. Әлеуметтік желіде сақ болу керек. Жаман нәрсе жаздыңыз. Адамдарға жаман нәрсенің бір жолды ашып қойдыңыз. Адамдарды арсыздыққа шақырудан өте сақ болу керек. Егер жақсы нәрсеге себеп болам десеңіз, бисмилля. Ал бірақ жаман нәрсеге себеп болып қалатын болсақ, Құдай сақтасын, кейде дүниеден озсақ та артымыздан соның күнәсі барып тұрады. Алла тағала бұл күнәларды кешіреді. Қай уақытта кешіреді? Әлгі адам кешірген кезде барып кешіреді. Ағайындар, өзгеруге болады. Ненің жақсы, ненің жаман екендігін ағайындар Алла тағала біздің жан дүниемізге салып қойды. Тек амал ету керек, дұға ету керек, нәпсімен әрдайым не істеуіміз керек, күресуіміз керек, нәпсіне тежеуіміз керек. Дұшпанды алыстан іздеудің керегі жоқ, ағайындар. Өзіміздің әрқайсымыздың бір дәу бір шайтанымыз бар. Соны жеңіп алайық. Не істейсіз ол біреуді? Мынандай нәрсе бар. Біреудің айыбын, біреудің кемшілігін іздеп жүретін адам ешқашан өзімен жұмыс жасамайды. Өзімізге тиісті мәселеде бәлеқор болайық, ағайындар. Өзімізді тәптіштейік, өзімізді ұрайық, өзімізді нәпсімізді тежейік. Біз көп жағдайда біреумен шұғылданамыз, өзімізбен шұғылданайық, ағайындар. Пайғамбарымыз Алланың салауатымен сәлем болсын, Алланың ең жақсы көрген құлдарын айтайын ба дейді. Сонда сахабалар, я айтыңыз деген кезде көркем мінездерділер деген. Пайғамбарымыз Алланың салауатымен сәлем болсын, күндіз ораза, түнімен құлшылық еткен адамның дәрежесіне қалай жететіндеріңді айтайын ба дейді. Сонда сахабалар, уа Алланың иесі, айтыңыз деген кезде көркем мінез деген. Және Алланың иесі бір сөзінде айтады, маған жақын болатындар кімдер деген кезде, ағайындар, мінез құлқы дұрыстары дейді. Сондықтан қадірменді ағайын, мінез құлық жөндейік. Бәрімізде кемшілік бар. Артық айтып қоямыз, артық қадам жасап қоямыз, кейде біреуге мінезіміз танытып қоямыз. Ағайындар, біз қарапайым болайық.